Кітап өмір тіршіліктің айнасы, білімдінің қаруы мен найзасы. Ұрпағымыз кітаппенен сусындай көріп келеді оқығанның пайдасын. Армысыздар Қызылорда облыстық зағип және нашар көретін азаматтарға арналған арнаулы кітапхананың оқырмандары. Біз бүгін зағип жандарға арналған Луи Брайль жүйесіндегі нүктелі беделі қарпіндегі басылған көркем әдеби кітаптарға шолу жасаймыз. Кітаптарды зағип жандар оқи отырып, өздерінің қалауына қарай кітап таңдай алады. Және де республикадан ай сайын журналдар, Ресей мемлекетінен «Наша жизнь» атты журнал келіп тұрады. Енді өзімнің оқыған кітаптарымды бір шамасын айтатын болсақ, Роза Бағлановаға арналған Бодықовтың «Аққұс» романы, Мұса Байжановқа арналған Зитин Ақышевтың «Жаяу Мұса» романдары, Әбіш Кекілбаевтың тарихи кітабы «Елең алаң», Әнуар Әлімжановтың «Көгілдір таулар» атты тағы да бірнеше кітаптары бар. Енді мен өзімнің оқыған Алтын Орда кітабына кішкене мазмұн беріп өтейін. Алтын Орда кітабы жазушы Ілияс Есенберлиннің ең таңдаулы таңдамаларының бірі. Кітап 3 кітаптан тұрады. Брайльше бірінші кітабы 6 кітаптан, екінші, үшінші кітабы 10 кітаптан тұрады. Бұл кітапта Шыңғыс ұрпағының Алтын Орда хандығының құрылуы және оның немересі Батудың бүкіл жарты әлемді жаулап алуы, Кавказ, Қырым, Татар, Орыс жерлерінің оңтүстік бөлігі, шығыс Жағропа, қазіргі Европаға дейінгі Мадияр, Польша жерлерін басып алып, сол кездегі халықты қанап, соңында Ақсақ Темірдің дүниеге келуімен Алтын Орданың күйреуі басталады. Алтын Орда кітабы биылғы 750 жылдығына байланысты осы кітапты оқып шықтым. Енді келесі кітабымыз «Шырағың сөнбесін», авторы Тахауи Ахтанов. Бұл кітапта қарапайым қазақ қызы Нәзира мен және оның әскери қызметте жүрген күйеуі Қасымбек Еділбаевтың Ұлы Отан соғысы жылдарындағы 1945-43 жыл аралығындағы Белоруссия орманындағы көрген қуаныш және қасіреттері баяндалады. Нәзираның әскери қызметкерлердің әйелдерімен бірге орман паналап, сол жердегі фашистердің қолынан қаза тапқан ауыл селоларының қаншама ауыртпалығын өзі көзбен көріп, кітапта қаз-қалпында баяндалады. Және де Әнес Сараевтың «Тосқауыл», тарихи диалог роман кітабы. Бұл да сол Ұлы Отан соғысы жылдарындағы Ұлы Каспий теңізінің бойындағы шағын балықшылар ауылындағы тұрғындардың тыныс тіршілігі. Ұлы Отан соғысы жылында ауыл адамдары тылда жүріп жұмыс істеп, жанқиярлық өздерінің қажымас қайрат ерліктерімен және бала-шаға кемпір-шал болып ауызбіршілікпен Ұлы Отан соғысын жеңіп шығады. Кейіпкерлері Мұқтас, Меруерт, Ақбөпе, Абзал сынды жастар өмірге мойымай, сол жылдардағы барлық қиын кезеңдерді басынан өткізеді. Жазушы Ғабит Мүсірептің «Кітап оқи білмеген адам ойлауды да ұмытады» деген екен. Құрметті оқырман, біздің арнаулы кітапханаға келіп, кітап оқуға шақырамын. Қош сау болыңыздар.